Ассалаумалейкум қазақ елі. Мен Мейірхан Әбдіманапов. Бүгінгі эфирімді үндеу ретінде мәжіліс депутаттарына арнаймын. Бұл менің негізгі үндеуім. Енді депутаттар бұл жерде қалыс қалбауын мен талап етемін. Егер де депутаттар қалыс қалатын болса, біз сот ісіне, заң қызметкерлерінің ісіне араласпаймыз дейтін болса, онда мына мәжіліс депутаттары, жалпы бүкіл парламент арам тамақ босқа нелерін, дамбалдарын тоздырып отыр деуге болады. Әйтпесе, несіне заң шығарасыңдар, несіне конституцияны қабылдайсыңдар. Егер сол конституция мен сол өздерің шығарған заңдардың орындалуын қадағаламасаңдар, шығарып қана қойып, ал ол заңдар аяққа тапталып жатса, онда сендердің керектерің не? Онда сол чиновниктер өздері заң шығарып, өздері білген, ойына келген істеп жүре бермей ма? Ал сендер заң шеңберінде әрекет ету керек дейсіңдер. Бірақ заң орындалмай жатса, заңдар аяққа тапталып жатса, конституция аяққа тапталып жатса, өздерің бекіткен, ратификация жасаған адам құқы жөніндегі конвенция аяққа тапталып жатса, онда несіне сендер осы жер басып жүрсіңдер, осы Астананың төрінде? Онда сендер кімге керексіңдер? Оның негізгі себебін мен енді анық көшейін. Мен, мысалға, Алматы полициясы мен Алматы прокуратурасына 2 жылдан астам бұрын мына кімді, сол кездегі Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевты қылмыстық жазаға тарту жөнінде арыз бергенмін. Ол 5-6 мамырда 23 жылы болған. Одан кейін ол қайталанып 1 айдан астам, 1,5 айдан кейін қайта берілді. Онда қала әкімшілігі аудан прокуратурасына жаздым, Алмалы аудандық. Олар антикорға жіберді. Антикор кімнің, Ерболат Досаевтың ешқандай қылмыстық әрекеті жоқ деген қорытынды жасаған. Ешқандай қарастырған да жоқ. Ол кезде мен кәдімгідей нелерді тізіп жазғам, қандай баптар бұзылғанын. Оның ішінде мысалға қызметтік жалғандық жасау, яғни мемлекеттік функцияларды орындауда уәкілеттік берілген адамның өзіне тиесілі емес құзыретті пайдалану, заң қызметкерлерінің, былайша айтқанда, төтесінен айтқанда, заң органдарының өкілеттігін иемдену. Арберден кейін жай ғана оларды ғана емес, ол сарапшының да өкілеттігін иемдену. Өзі сарапшы болады. Мысалға, кез келген өткен митингі, демонстрация, пикет, немесе әуелі жиналыстың өзін заңсыз деп жариялап, полиция, прокуратура, сотқа дейін өзінің сол қаулысын жібереді, шара қолданыңдар деп. Бұл оның бұл 369 бапқа анық жатады. Одан бөлек қылмыстық кодексінің 450 бапты билікті теріс пайдалану, лауазымды билікті немесе қызмет бабын басқа адамдар мен ұйымдар үшін пайда мен артықшылықтар, заң сондағы негізгі тоғеттері қызмет мүдделеріне қайшы теріс пайдалануы. Егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің
заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соқса, әрине бәріміздің мүддемізге материалдық, моральдық соққы жасалған. Осының қаулысының негізінде бізге белсенділерге 15 күн, 15, 20, 25 күн тәулікке дейін әкімшілік қамау немесе 30, 40, 50, 100 МРП көлемінде айыппұл салдырған осы Ерболат Досаевтың шығарған заңсыз қаулысы негізінде. Бұл 450, енді тағы 362 бапты да жазғам. Бұл 362 бап не дейді? Билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану. Өзіне тиесілі емес өкілеттікті асыра пайдалану. Яғни мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамның не оған теңестірілген адамның құқықтары мен өкілеттіктерін шетінен анық шығатын және азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкеп соққан әрекеттер жасауы. Бұл жаңа айтып өткен 362 бап. Бұл да лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану. Өзіне тиесілі емес, мысалға. Оны айтылды. Немесе 363 бап. Қылмыстық кодексінің лауазымды адамның өкілеттіктерді емденіп алу, заңсыз емдену, өзіне тиесілі емес қызметтерді. Ол мысалға қалай нетуге болады? Заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкеп соққан әрекеттер жасауы. Ол өзіне тиесілі емес, ол тағы да осы заң қызметкерлерінің өкілеттігін өзі емденіп отыр. Өзі баға береді. Өзі сонда сарапшы болады. Өзі сарапшы, өзі соған баға беріп, өзі талап етеді тағы да шара қолдануға. Міне осының бәрі осы 4 бап бойынша тағы да болуы мүмкін. Мен прокуратурадан талап еткен болатын. Ол аяқсыз қалды. Соңында антикорға жіберіп, олар қылмыстық құрамы жоқ деген қарамай жатып сондай қорытынды жасаған. Ал енді биылғы жылы наурыз айының басында мен тағы да бердім. Бұл жолы Бостандық ауданның номер 2 сотына берген. Номер 2 нелерді қарайды. Қылмыстық нелерді қылмыстарды қарайтын әкімшілік емес, қылмыстық. Мен айтып отырған бәрі ол қылмыстық кодекспен қылмыстық жауапкершілікке жататын баптар. Енді олар не істеді? 15 күннен кейін келесің деді. 15 күн өтіп кеткеннен кейін барсам, олар неге жіберді? Әкімшілік межрайонный суд дейді ғой, әкімшілік жөнінде. Сонда жіберді. Оған біз барған жоқпын. 10 апрельде қайта жаздым. 10 апрель күні сәуірдің 10-ында. Оның 28-інде теріс жауап алдым. Олар Бостандық аудан номер 1 сотына аударып жіберген екен. Ол тағы да әкімшілік іс қарайтын. Адасып келген дейді бізге. Міне бұл не деген сандырақ, не по адресу деп, адасып келген сендер қарайтын сот деп.
Мен оларға барып дауласып, қайтадан өздеріне тапсырдым. Бұл қылмыстық іс деп. Оны ол қараған жоқ. Одан кейінгі жауабында мен бәрін саламын. О жолы олар айтады, мысалға, қазір аты жөнін қарап жүрейік. Селицкий, аты қалайды? Селицкий, В общем, Селицкий, Бостандық ауданы номер 2 сотының төрағасы Селицкий. Ол сен неге біріншіде мен алғаш арыз жазғанда сен бізге үйретпе, ақыл айтпа, қандай нені нететінімізді деген 450, 361, 362, 360, 369 сен оны тізбе деген. Сен айыптауыңды не қылсаң, өзіміз білеміз деген. Жарайды деп, ал енді 8-дегі маған жауапқа сен неге өзің баға бермейсің дейді. Енді мені өзім баға беруім керек деді. Айыптауды мен жасауым керек болды. Ешкім ондай айыптау, мысалға, айта кетейін, 2 жылдан астан бері бірде-бір заңгер, бірде-бір құқық қорғау органдары маған көмектесуге дәттері шыдамады. Біразымен бетпе-бет сөйлескенде айтты, біз бұған бара алмаймыз, біз тәуелді адамбыз дейді. Егерде қазір шықсақ, әділет департаменті бізді неден айырады дейді. Лицензиядан айырады. Біз жұмыссыз қаламыз деп ашығын айтқандар болды. Көпшілігі айланып кетіп қалады, бірнешеуі анығын айтты. Себебі Алматы қаласының әкіміне бәрі бағынады деді. Полиция департаменті де, прокуратурада, сотта, ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті де, әділет департаменті, барлық оқу, ағарту, басқа да кез келген барлығы Алматы қаласының әкімінің бұйрығын орындауға міндеттеп қойған дейді. Бұл жоғарыдан келген бұйрық, со бәрі міндетті деген. Міне, бұл өте қауіпті практика. Бұл кәдімгі Алматы қаласының әкімі орта ғасырдағы Ресейдегі князьдар сияқты бүкіл шексіз билік беріліп қойған. Бұл өте дұрыс не емес, мысалға практика емес. Бізді демократиялық елміз деп жариялайсыңдар, бірақ оған араласпайсыңдар. Сол себепте мен бұл үндеуімді қазір түгел тізіп шығайыншы онда. Кімге арнайтынымды. Қазір 1 минут. Телефонда бәрі жазылған. Мынаны да айта кетуге болады. Депутаттардың әрекетсіздігі әкімдер мен құқық қорғау органдарының өз халқына деген заңсыз зорлық, зомбылық әрекетін заңдастырады. Сендер немізде заң қызметкерлерінің ісіне араласа алмаймыз дегендерің сандырақ. Сендер бұл нелермен олардың заңсыз зорлық, зомбылық әрекеттерін заңдастырып отырсыздар. Өздерің шығарған заңдарды өздерің қадағаламайсыңдар. Соны орындату, өздерің шығарған заңды тиянақты түрде конституцияға сәйкес істендіріп орындалуын қадағалау сендердің міндеттерің. Ал оны істемесеңдер, онда ол кәдімгі толық заңсыздық, диктатураның барлық алғы шарттарын салып беріп отырсыңдар. Бір жағына шығыңдар.
Ал енді мына бұл үндеуімді мен тізіп шығайын. Ең бірінші мына Қазақстан Республик парламент мәжілісінің депутаттарына үндеу. Кейбірінің аттарын атап шығайын. Аталмағандары тағы ол да есте болар олардың. Ол бәріне арналады. Мысалға Бақытжан Базарбек, Ерлан Стамбеков, өзім білетіндер жиі шығып жүрген. Ермұрат Бапи, Мақсат Толықбай, Нартай Аралбайұлы, Ринат Зайытов, Азат Перуашев, Қазбек Иса, Ерлан Сайыров, тағы басқалар, осылы аталғандар емес, аталмағандар да. Тағы мысалға халықаралық адам құқын қорғау ұйымдары бар мысалға. КМБЧ дейді. Солар мысалға қазіргі төрағасы, басшысы Денис Живаго, оның кеңесшісі болып жүрген бұрынғынан келе жатқан Евгений Жовтис, немесе Ар-Рухақ қоғамдық қорының басшысы болып табылатын Бақытжан Төреғожин аға. Бұл үндеуім арналады. Немесе Алматы қаласының сотының төрағасы Асқар Смайыловқа, Алматы қаласының прокуроры Серік Кәріпбековке, Алматы қаласының полиция департаментінің басшысы Арыстан Ғани Запаровқа, немесе Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының төрағасы Асламбек Мерғалиевқа, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа, Ішкі істер министрі Ержан Саденовке, Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің басшысына, атын әлі қарап үлгермедім, Қазақстан Республика Конституциялық сотының төрайымы Эльвира Азимоваға. Одан басқа да қазір аузыма түскендерін айтайын. Мысалға қоғам белсенділері мен қоғам қайраткерлері, мысалы Рысбек Сәрсенбайұлы, Еркін Рақышев, Уәлихан Қайсаров, Нұртаза Қадыр Ниязов, Ермек Нарымбай, Мұхтар Тайжан, тағы басқалар әрқайсысына да арналады. Міне, осы заңсыз қуғын сүргін көбінесе полиция қызметкерін айыптап жатады. Осы заңсыз қуғын сүрген, мына үйден алып кетіп жатады ғой, митинг өткеннен кейін. Барлық айыптауларды жаланы полицияға жауабады. Бірақ ол әрине оған да лайықты, полиция да лайықты. Олар заңсыз бұйрықты орындаған үшін. Ал мен айтар едім, ең бірінші күнәһар соған қала әкімі немесе облыс әкімі екенін көпшілік қаперіне де алмайды. Бірінші кезекте оған күнәлі, күнәһар ол қала әкімі. Полицейлер бұл жерде тек қана қылмыстық бұйрықты орындаушы пәтшағарлар деген. Ал нағыз қылмыскер заңсыз қаулы шығарғыш, сол заңсыз қаулыны орындалуын талап етуші, заңсыз билікті иемденуші әкімдер болып шығады, әкім. Міне осыны қашан тыясыңдар, осы депутаттар? Қашан осыған араласып, мына өздерің шығарған заңның орындалуын, әкімдердің заңсыз билікті иемденуін қашан тыясыңдар? Мына Ерболат Досаевтың заңсыз қаулысы жүздеген, мыңға тарта қаулы, осы 3 жылдан астам істегенде мыңдаған қаулы шығарды. Заңсыз қаулылары. Бірінде тыйым салады, тыйым салғанына қарамай конституциялық құқына сүйеніп митингіге немесе пикетке шықса, себебі ол менің конституциялық құқым, әкімнің не әкесінің құны бар деп шығады пикетке немесе митингіге. А соны ол заңсыз деп қаулы шығарады. Ондай қандай әкесінің құны бар? Сол заңды құқымен шығып отырған адамдарда соған заңсыз пикетке, заңсыз митингіге немесе заңсыз жиналыс өткізді деп
қаулы шығарып, полиция, прокуратураға сол қаулысын жіберіп, шара қолдануын талап етеді. Бұл не деген бассыздық, бұл не деген бассыздық. Сарапшы да өзі, баға беруші де өзі, бәрі өзі емденеді. Менен рұқсат алған жоқ деген не сандырақ оныкі, не сандырақ. Біз неге оғынаған барып жалынып, маған пикетке рұқсат бер, немесе митингіге рұқсат бер деп, рұқсат бермесе тып-тыныш конституциялық құқымызды аяққа таптап қойып үйде отыруымыз керек, осыған депутаттар жауап беріңдерші. Қандай не бар, қандай негіз бар? Одан кейін шыққан адамды, ол заңсыз митингіге шықты, заңсыз пикетке шықты, заңсыз жиналыс ашты, рұқсат берілмеген жиналыс ашты, заңсыз ұйымның деп те қояды. Немесе келген ұйым заңды болу үшін бірінші жиналыс өткізеді ғой. Жиналыс өткізуге қай неден көріп едің рұқсат сұрауын? Соған дейін емденіп алған. Бұл не деген бассыздық? Осыған неге қалай араласпаймыз дейсіңдер? Осымен осы заңсыздықтың бәрін легитимизация, заңдастырып жатсыңдар. Әкімдердің заңсыздығын заңдастырып жатсыздар. Соны түсінесіңдер ме? Бұған тыйым салу үшін бірінші осы Ерболат Досаевтан бастаңдар. Ақыры мен бастадым ба, 2 жылдан асып кетті. Оны қылмыстық жауапқа тартыңдар. Басқа әкімдерге ол сабақ болады. Митингі ол ешқандай бейберекетсіздікке алып келмейді. Көптеген елдерде шығып жатыр. Мына жақын арада Түркияда қандай митингілер болды? 100-деген мың адам шықты ғой. Онда не болды? Ештеме болған жоқ. Оған заңсыз митингіге шықты деп біреу айып салды ма? Жоқ. Ол мысалға, ол кезде кім еді? Икрем Имамоғлы, Стамбул қаласының әкімі қамауға алғанда, соған қарсы өзінің партияластары қандай митингілер ұйымдастырды? 100-деген мың, көптеген ірі қалалардың бәрінде ондаған 100-деген мың, бүкіл елде бірнеше миллион кәдімгі митингіге шықты. Ода не өзгерді? Ештеме өзгерген жоқ. Ал бізде бір 10, 20, 30, 100 адам, 500 адам шықсын митингіге. Ода не өзгереді? Халық сондай құқымыздан айыры. Ода мысалға кімнің қандай несі қалайды? Ердоғанның жақтастары оған айтқан екен. Біз де митинг ұйымдастырайық, қарсы митинг ұйымдастырайық, сізді қолдап дегенде. 16 ма 17 жылы мемлекеттік төңкеріс бола жаздағандай, дәл солай ұйымдастырайық дегенде ол айтты. Ондай ұйымдастырмаңдар, екі жақ арандатып жібереді. Мені жақтайтындар мен маған қарсылардың арасына арандатушылар кіріп кетеді, оқ атады, қан төгіледі, арандату басталады. Мені қолдасаңдар, шықпаңдар, мүлдем шықпай, тыныш отырыңдар. Мені қолдағандарың сол болсын деді. Міне, қандай мысалға сондай ақылды, бұлай парасатты жауап. Бізде неге сөйтпейді? Неге сөйтпейді? Қаңтарды келіп, неге көлденең тартады? Қаңтарды арандатқан тағы осы биліктің, арнайы органдардың арандатушылары арандатты. Ол билікке керек болды арандату. Онымен осы
ақтап ала алмайсыңдар. Мына қазіргі әкімдердің осындай асыра сілтеу билігін, заңсыз иемденуін, бүкіл ана құзыретті өзі иемденіп алған. Алматы қаласының Алматы әкімі, облыстықын облыс әкімі, барлық Астана қаласының Астана әкімі, бұлардың бәрін қылмыстық жауапқа тарту керек. Әрбір қылмыстық қаулысына сәйкес. Мен оны өз көзіммен көргем. Мына 23 жылы не кезінде, сәуір айында бірінші рет 23 жылы қамауға алғанда, сендердің не әкелерің құны бар, ана 9 сәуірдегі митингіге дегенде. Мен жандарын қоймадым ғой, олар айтты. Біз Алматы қаласының әкімінің атына сұрау салдық дейді. Мына 9 сәуірдегі митингіні қалай бағалауға болады деп. Сонда ол Алматы қаласының әкімінің қаулысы келіп түсті деді. Маған көрсетті. Кәдімгі қолым бұлай делада не ғой енді тігулі. Заңсыз митингі деп 9 сәуірдегі. Сол 9 сәуірде заңсыз митингіге қатысқан адамдарды үстінен шара қолдануды талап ететін жазған. Міне, бұл тікелей нұсқау, тікелей араласу, өзі сараптама жасайды, өзі қаулы шығарады, өзі баға береді. Ол кім соншама? Міне, мен ана соның ксерокопиясын бер деп едім, бермеді. Ал тексеріс жүргізсе, соның барлық қаулылар шығады ғой. Барлық полицияларда бар сол әкімнің қаулысы, баға берген, прокуратурада да бәрінде бар. Міне, бұны мен осы талап етем барлықтарыңнан. Осы істі қалдырмаңдар, аяқсыз. Осыны тексеріп, Ерболат Досаевтың үстінен қылмыстық іс ашып, осы аталған 4 бап бойынша қылмыстық жауапқа тарту. Бұл осыдан 2 жыл бұрын қазіргіден де ауыр жаза болатын. Мен 5 мамырда арыз жаздым. Бір ай өткеннен кейін шамамен май-июньнің 1 декадасында мына кімдер дәл сендер мына 450, 362, 363, 369 баптарға толықтырулар мен өзгерістер ендірдіңдер. Осы жазаны жеңілдеттіңдер. Жеңілдеткен мен арыз жазғаннан кейін 1 айдан кейін жеңілдеттіңдер. Соны да қараңдар. Соның өзінде де қазіргі осы қылмысы үшін Ерболат Досаевты, одан басқа кез келген әкімді 4 жыл, кемінде 4 жылға дейін бас бостандығынан айыруға болады. Міне, осыны мен сендерден талап етем. Осыны тексеріңдер, осыны аяғына жеткізіңдер. Барлық нелерді, сілтемелерді, қолыма түскен сілтемелерді саламын. Осы нелерді де саламын. Мына және де осы нені қолға алыңдар. Мына Бостандық ауданының сотында осының қаралуын қамтамасыз етіңдер. Болмаса ары қарай ана Селицкий айтқандай, мен енді біресе конституциялық сотқа жаз дейді. Мен несіне жазам? Мен онсызда қанша шығынданып келе жатырмын. Бірде-бір адам, әуелі үйім тұрмақ, бірде-бір адам, бірде-бір заңгер маған көмек қолын ұсынған жоқ. Бір адам көмектесем деп еді, қамбарып. Оған лицензия бермей қойды, рұқсат бермей қойды. Міне, бәрін өзім, мысалға, арыз жазғанда ғана телефонға бәрін жазам. Телефонға жазамда, ал форматын келтіруге форматирование дейді. Соған дүниенің ақшасын сұрайды. Дүниенің кәдімгі
10 мың теңге сұрайды ана сотқа дайындап берген қағаздарға. Мен оны 3 рет жасауға тура келді мысалға. Енді мен ол не дейді, межрайонный сотқа жаз дейді. Қайдағы ол, мен айтып отырмын ғой, ол менікі қылмыстық іс, ешқандай әкімшілік іс емес. Немесе ана конституциялық сот. Мен о үйтіп қудаланып жататын нем жоқ. Мен одан кейін осыны енді қолға өздерің алыңдар, депутаттар. Әйтпесе сендер құры босқа жүргенше оларша өздерің таратыңдар. Мына билікті кетіріңдер. Мына заңсыз билікті, осы заңсыз әрекет жасаған өздеріңді ақтап алам десеңдер, мына билікті кетіріңдер. Содан кейін де өздеріңді тараңдар. Бір жағына шығыңдар. Мына іс әрекетті ең болмаса мына Ерболат Досаевтың ісін аяғына дейін жеткізуге көмектесіңдер. Тікелей араласыңдар. Осыған шақырамын. Қош сау болыңыздар, осыны таратыңыздар, айтпақшы. Таратыңыздар. Не деген болмайды ана авторлық құқық деген. Не ғұрлым көп таратсаңдар, блогерлер болсын, басқалар болсын, репост жасайсыңдар ма, таратыңдар. Комментарий жазыңдар. Лайктарыңызды қойыңдар. Барлық блогерлерге айтам, таратыңыздар. Осы ең болмаса Ерболат Досаевты осы заңсыз қаулылары үшін түрмеге тоғытайық. Басқа барлық әкімдерге сабақ болсын. Біздің конституциялық құқымызды аяққа таптауды бұдан бұлай бірде-бір әкім не қылмасын, аяққа таптамасын. Мынандай заңсыз қаулыларынан ойларына да кіріп шықпасын. Ешқандай тыйым, одан кейін ана подзаконный акт дегендері бар, ана Силицкий, мен заңмен істеймін дейді. Ешқандай заң емес, ол ана конституцияға қайшы заңдардың кез келгенің заңдық күші жоқ. Немесе мына Алматы қаласының маслихаты ана 3 жерде митинг өткізуге ғана рұқсат деген, оның да ешқандай заңдық күші жоқ. Соны да біліп қойыңдар, барлығы біліп жүрсін. Ондай ешқандай заңдық күші жоқ. Осыны да маслихаттың ондай не шығаруға хақысы да жоқ, шектеулерді. Оның соның өзіне де рұқсат бермейді. Ана 2 жылдан астам бұрынғы үшеуіне де арыз жазды. Мына одан кейін неге де айтпақшы, ана атом электростанциясын салмау жөніндегі референдумда да үшеуіне де арыз жазды, үшеуіне де бас тартты. Ана парламент сайлауына да үшеуіне бас тартты, атом электростанциясына да бас тартты. Ондай бас тартатын ешкімнің құқы жоқ. Ондай ана жасанды ненің қажет емес. Осыны бір жағына шығармасаңдар, сендердің 5 тиын құндарың.